Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін Қазақстан Республикасы үшін айтулы күн. 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің күні. И в честь этого праздника Ассамблея народа Казахстана Костанайской области решила узнать, что же знают наши жители и гости города Костанай о государственных символах. А победителей нашей викторины ждут небольшие презенты. Ну что ж, начнем. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін атаңыз. Ту, елтаңба, әнұран. Әнұран. Ол енді әнұранның мемлекеттік, сосын туы, енді әнұранын айттым, туы бар, елтаңбасы да герб. Герб, гимн, флаг. Герб, правильно? Флаг. Гимн. Вот. Туымыз, содан кейін герб, әнұранның. Герб, флаг и гимн. Мемлекеттік туы, әнұраны және елтаңба. Біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнін қашан атап өтеміз? Айтам. 4 маусым. 4 маусымда Не знаю, честно не знаю. 4 июня. 4 маусым күні. 4 июня. 4 маусым. Қазақстан Республикасының туында екі түс бар, ол қандай түс? Екі түс көк. Сары. Сары мен көк түс. Синий и золотой. Сары және көк. Желтый и синий. Желтый и синий. Қазақстан Республикасының туында бүркіт бар. Ол қыз нені бейнелейді? Бейбітшілік. Бостандық, еркін, еркіндікті. еркін, қазір енді ешкімге тәуелсіз қазақ мемлекеті. Что-то вроде свободного народа, если я не ошибаюсь. Бостандықтың. Я не знаю, если честно. Еркіндігін көк аспанда қалықтап ұшқандығын. Біз Қазақстан Республикасының әнұранын қалай орындаймыз? Жүрегімізді ұстап, төктіріп. Сол қолымызды жүрегімізге. Ну, с рукой на сердце, как и положено при исполнении гимна. А куда смотрят обычно? На флаг. Енді оны орындау кезінде тік тұрып, оң қолымызды жүрегіміздің тұсына ұстап, Положа руку на сердце, вот так, правильно? Тұрамыз бәріміз, сөйге мына жақ қоямыз, жүрекке қолымызды қойып, әнінде айтамыз. То есть, получается, правая рука на груди. И смотрят на государственный флаг. Менің елім, менің жерім, жырың болып төгілемін. Қазақстан Республикасының елтаңбасында шаңырақ бар. Ол шаңырақ нені бейнелейді? Осы бір шаңырақ астында бірлікпен тату тәтті өмір сүрейік деген мағынаны. Бір шаңырақ астында. Дружелюбие, гостеприимство. Бірліктің. Честно сказать, я не знаю. Шаңырақ символизирует единство народа, то есть какие бы нации у нас не были, какой бы, точнее, национальности не был бы человек, он всегда будет принят в семью, то есть он всегда будет считаться казахстанцем. Тут особо нет такой национальной розни, поэтому Казахстан довольно многонациональная и свободная страна. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранның әнін жазған кісіні аты? Шәмші Қалдаяқ. Не знаю, Байкунанбаев. Шәмші Қалдаяқ. Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов. Осы әнұранның сөздерін жазған кісі? Назарбаев. Жұмекен Нәжмеденов. Не знаю, Назарбаев. Сөзі Нұрсұлтан Назарбаев. Вот тут Назарбаев и Ниязбеков. Нет? Нажмеденов? Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Сіздерге осындай кішігірім сыйлығымыз бар. Мереке құтты болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Бүгін біз Қостанай қаласының тұрғындары мен қонақтары мемлекеттік ту, елтаңба және де әнұран туралы мәліметтерін білдік. Бізбен бірге болғаныңыздарыңыз үшін рахмет. Арнамыздан алыстамаңыздар.